Мен Мамат Назаров Якубжан, Түркістан қаласы тұрғыны. 21 мамыр күні жол көлік оқиғасына ұшырадым. Ол жерде менің ешқандай айыбым болмаса да, Түркістан қаласы полиция қызметкері Сартаев ұлыс мені айыпты етті. Сызбаны қате сызып, сызбаға мен қол қоймасам да, басқа біреуге қол қойдыртқан. Ол жағдайды барлығын сот отырысында айтсам, мені сөзімді сөздемей, экспертиза тағайындауыны өтінсем де экспертиза тағайындамай, сол себепті мен өзім экспертиза жасаттым. Экспертизада мен дәлелдеп, бұл чертеждағы қол менің қолым еместігін дәлелдедім. Қазіргі таңда бұл экспертизаны құзырлы органдар жарамсызға шығарып отыр. Не үшін бұл экспертизаны жарамсызға шығартады? Не үшін экспертизаны сотқа бермейді? Мен осы уақытқа дейін шындыққа жете алмай жүрмін. Сол үшін мен МВД бастығы Ерлан Тұрғанбаев мырзаға, генеральный прокурорға өтініш жасаймын. Маған көмектесулеріңізді, мен шындыққа жетуім үшін маған көмек көрсетулеріңізді өтінемін. Сол себепті мен YouTube каналына шығарып отырмын бұл видеоны.